Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ма? Жазғы демалыс қалай өтіп жатыр? Біздің демалыс өте керемет. Кеше тауға барып демалып келдік. Айтпақшы, таудың рекламасын мен қазір осы видеодан кейін салатын боламын. Өте керемет жер. Кентау жақта Ырбақ деген жерде өте керемет демалыс орын бар. Ол жерде тапчаны азын кешкен 10 000 теңге. Оны мен өзім күйеуім ашып отыр. Демалыс орында. Ал 24 сағат сол жерге қонам десеңіздер, енді қонуға с ночевкой ол кезде уже 20 000 теңге болады. Қасына детский бассейн, взрослый бассейні бар. Осы видеодан кейін мен тағы да YouTube емес, Instagram мен TikTokқа рекламасын жасайтын боламын. Сол жерге WhatsApp номерін жазып кететін боламын, соны көріңіздер. Және де міндетті түрде мен каналыма тіркеліп, лайк басып достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Енді бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның керемет дұғаларының бірімен бөліскім келеді. Мен өткеннен бері осы ойында жүрген Алланың қалауымен бүгінге түсіп тұр екен. Бұл дұға мынандай. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан дұғаларының бірі дейді. Бұның осылай айтылады. Аллахума ини ауза бика мин альмин ла янфа ва мин қалбин ла яхша ва мин нафсин ла ташва ва мин дуғайн ла юсма дейді. Бұның мағынасы мынандай өте керемет. Я Аллах Тағала, мені пайдасыз білімнен сақта. Пайдасыз білімнен сақта. Қорқпайтын жүректен сақта. Тоймайтын нәпсіден сақта, естімейтін, Аллах Тағала естімейтін сондай бір дұғадан, тілектен сақтай көр деген дұға екен. Бұны қалай біз түсіндіре аламыз? Қалай түсінеміз? Я Аллах Тағала, мені пайдасыз білімнен сақта дейді. Пайдасыз білім деген мысалға, егер де сол сіздің біліміңіз ақыреттік білім және осы дүниелік білім, дүниелік біліміңіз ақыреттік біліммен бірге сәйкес болмаса, оның барлығы бекер. Мысалға, менің қазір жасап жатқан жұмысым осы 3 каналымда ақыреттік біліммен байланысты да. Адамдарға сауап, амал, истиғфар, салауат, зікір деген сияқты. Мысалға, қормен айналысатын нелер болады, компаниялар, фирмалар адамдарға жақсылық жасаумен, ол адамдардың разылығын, сауабын ала отырып, ол қияметке де сондай бір бизнес жасаған болып есептеледі. Қияметпен, ақыретпен байланысқан бизнес деп соны айтады. Жұмыс әрине. Соны білім. Одан кейін оқыған кезде де біздің ұстаздарымыздың барлығы осы білімді қатты айтып кетеді, үнемі айтып жатады. Білімді таңдаған кезінде ақыреттік біліммен біріктіріңіз деп айтады. Сондай білімнен сақта дейді. Мысалға айтып жатырмын, татуажды оқитын, татуаж істейтін, мұрын тесетін, ерінді үлкейтетін, басқа жерлерін үлкейтетін, мысалы профессияны пәленбаймен оқиды да, ол ақыреттік пайдалы білім болып саналмайды ол. Ол мысалға пайдалы білім емес. Өйткені даже кірпік жалғағанның өзі үлкен күнә. Алланың бергеніне шүкір деуіміз керек. Мынандай татуаж, қасында қырып тастап татуаж қас істеу, ол да үлкен күнә. Соның оқуын пәленбаймен шетелден оқып келеді, ерін, көкірек деген сияқты нәрсенің барлығын ісіртіп, қазір барлық жерге пластический операция. Адамның мысалға бар нәрсені өзгерту, Алланың берген өзгерту үлкен күнә ол. Ал егерде мысалға біреулер Құдай сақтасын аварияға түсіп бетінен бет қалмаған кезде, ол кезде уже пластический операция можно түрін ретке келтіру үшін да. Сол сияқты пайдалы білім деген пайдалы болу керек. Сол сияқты пайдалы білімді де біз білім бір мамандық таңдаған кезінде де біз ақыретте өзімізге күнә болмайтындай, осы дүниеде күнә болмайтындай білім таңдауымыз керек. Түсінесіздер ма? Өйткені бұл өмір қысқа ғана, біз бір-ақ рет өмірге келеміз деп адамдар білгенін істеп кету, ол дұрыс емес. Бір-ақ рет келеміз, біз Алланың құлшылығын жасау үшін келеміз. Болды. Аллаға деген құлшылық жасаймыз. Намаз оқимыз, ораза ұстаймыз, орамал тағамыз, міне альхамдулилля, күн ыстық. Кеше біреу сұрайды, мен ыстықтап жүрген жоқсың ба, терлеп жүрген жоқсың ба? Жоқ. Вообще даже бүйтіп та тер ақпайды. Мен наоборот үйде мысалы күн қонақ күтетін болсам, ары бері жүгіретін болсам, терлейсің, сол кезде ғана терлеймін. Мысалы адамдар ойлайды. И мынандай да, чем тозақта жанғаннан гөрі мен шәйнек болып ыстықтаған дұрыс осы орамалның артында да, астында. Сондай болу керек.
ақыретті бірінші очередке қойып сол екеуін байланыстырып ойлануымыз керек. Сонда ғана сіз бұл өмірде ұтасыз. Енді мені пайдасыз білімнен сақта дейді, қорқпайтын жүректен сақта дейді. Біз Аллах Тағаладан қорқатын болсақ, барлық нәрсені біз ойланып істейміз. Міне, мамандық таңдау жағын ойланып істейміз. Баратын жерге, мысалға, орамал тағып шығамыз деген сияқты, мысалы, жейтін нәрсені ойланып жейсің, Алланың харам деген нәрсесін жемейсің, Алланың істеме, барма, жеме деген нәрсесін істемейсің, айтпа, сөйлеме деген нәрсесін істейсің, Алланың істе деген нәрсесін істейсің, да, сол Алладан қорыққан жүрек болып саналады екен. Алладан қорыққан жүрек болып саналады екен. Демек, бір сөзбен айтқанда, ең бірінші сіз Алланы, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды бірінші орынға қоятын болсаңыз, любой қандай сізге тірлік келсе де, сынақ келсе де, қандай жағдай болмасын, қандай сынақ болмасын, сіз сол нәрседен шығып кететін боласыз. Алланың қалауымен. Түсіндік қой? Біз Алладан қорқуымыз керек. Алладан қорықпасақ, біз иманымыз кәміл болмайды. Кәміл болмайды, толық болмайды иман. Енді тоймайтын нәпсіден сақта дейді, Құдай сақтасын. Тамақ жеп жатқанда тоймай қаламыз, ондай бәрімізде бар. Көзіміз тоймай жей береміз, опырып қамыр-қатты қазысымен. Тоймайтын нәпсіден сақта дейді. Ол бүкіл біздің өміріміздің барлығы нәпсімен байланысқан. Соны тоймайтын нәпсіден сақта деп айтады. Киім киген кезде де, тамақ ішкен кезде де, барған жерге де нәпсіге ұнайтын болса, ол бізге ұнамау керек ол нәрсе. Ашық жапсырып, фигураны жапсырып көрсеткен нәпсімізге ұнайды. Пива ішкен ұнайды, темекі шеккен ұнайды нәпсіге, орамалсыз жүрген ұнайды нәпсіге, зина жасаған нәпсіге ұнайды. Жаман нәрсе, тозақтық нәрсенің барлығы нәпсіге ұнайды. Соны нәпсі тоймайтын нәпсіден сақта деп осы дұғада айтылған. Негізінде бұл дұға біздің өмірімізде керек. Мен мұны мынандай жазып алғам, қай жерден оқып жатыр десеңіздер. Мен бұны әр намаздан кейін стараться етем. Міне, дұғалардың барлығын жазып қойған мен. Қарап отырып, мен жаттау маған не обязательно. Оны мен жаттауға мен проблема қылып жаттауым керек деп уайымдамаймын. Мен уже тілім кеп қалған. 1-2 айдан кейін, может, тастаймын. Может, мен 10 жыл осы қағазға қарап жүрем. Маған бұл мен қарап оқыған проблема емес. Маған осын оқып жүру үнемі сол проблема. Түсінесіздер ме? Қойып, жай намазын ішін ашасын, фік шығады, оқисың. Сол сияқты тоймайтын нәпсіден сақта деп осыны айтады. Сосын Құдай естімейтін, қабыл етпейтін дұғадан тілектен сақта дейді. Бұны да дұғаны біз дұға қылған кезде әуелі Аллаға мақтау, одан кейін пайғамбарға салауат айтып дұға қыламыз, білеміз, я Рахман, я Рахимді 3 рет айтып, пайғамбарға салауат айтып, Аллахума солли аля Мұхаммадин ва аля али Мұхаммад деп 3 рет айтып, содан кейін дұға қыламыз. Одан кейін не болса соны сұрай бермей, Алладан ақыреттік дұғамызды сұрап, осы дүниелік дұғамызды сұрауымыз керек екен. Дұғаны да как попало жасауға болмайды. Не болса соны сұрай беруге де болмайды. Сіздің жүрегіңізде иман толық болса, сіз ойланып сұрайсыз Аллах Тағаладан сұраған нәрсеңіз. Бірақ Алладан сұрамай емес, Алладан бәрін сұраңыздар. Енді бұл дұға болғандықтан қазақша мағынасын айтып жүре берсеңіз болады. YouTube каналдың видеосының астына жазылып тұр барлығы. Астына түсесіздер. Достарыңызға таратыңыздар, ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер міндетті түрде YouTube каналыма. Және арабша транскрипциясын жазып қоям астына, қазақша мағынасын жазып қоям. Бұны дәретсіз айта беруге болады, өйткені бұл дұға. Түсінсіздер ме? Азаннан кешке, намаздан кейін де 10 рет, 15 рет, 20 рет, азанда тұрасыз 10 рет, ғайбетте 10 рет, кешке 10 рет айтсаңыз да болады. Бұны айтқан кезінде, транскрипциясын тілмен қазақша мағынасын біріктіріп, іштен, жүрекпен айтсаңыз, иншалла орындалады. Тахажуд намазында да, әр намаздан кейін де бұл дұғаны айтып жүре берсеңіздер болады екен. Өте керемет. Бұл дұғаны үнемі пайдаланып жүріңіздер өміріңізде. Мен полный түсіндіріп кеттім сіздерге. Мен YouTube каналымда, мысалы 100% адам тіркелген болса, мысалы 100%-тің 50% тіркелген болса, қалған 50% дәл сондай тіркелмей көреді екен мені. Сондықтан міндетті түрде тіркеліңіздер, астына подписаться етіңіздер. Маған үлкен бір сіздердің қолдауларыңыз болады. Сіздерден тек подписка керек маған. Комментария және де достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Болды, иншалла свежий видеолар шығып тұратын болады.